үнемшілдіктің шегі деген болады. Бірақ Ержан оны әлдеқашан ұмытып кеткен еді. Айгүл қолындағы кесесін жайлап үстелге қойды. Кесенің сыңғырлаған үні 22 жыл бірге өткізген өмірлеріне жанашырлық білдіргендей естілді. Оның көзі күйеуіне түсті. Ержан өте байыппен қарап отыр. Жүзінде үлкен жаңалық ашқан адамның қуанышы бар. Ол үшін енді бір шай қалташасын 3-4 рет қайнатып шу қалыпты жағдай еді. Оның ойынша артық ақша жұмсаудың бәрі бос әурешілік болатын. Бір ай бұрын ғана Ержан қарапайым отбасы адамы еді. Жұмысына барып келетін. Демалыста футбол көріп демалатын. Жаңа қысқы дөңгелек алуды ең тиімді сатып алу деп есептейтін. Екеуі Түркияға бару үшін ақша жинап жүрген. Кейде қоқысты кім шығарады деп қалжыңдап ұрсатын. Үйлеріндегі Мырзақасым атты мысықтың еркелігіне күліп жүретін. Қарапайым әрі бақытты отбасы болатын. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Жұмыста мерейтойға байланысты Ержанға қаржылық сауаттылық туралы онлайн курсқа жолдама сыйлады. Айгүл ол кезде күліп қана қойған еді. Ержан мен қаржылық сауаттылықтың арасы тым алыс деп ойлаған. Алайда дәл сол күн олардың өмірін өзгертті. Бұрынғы Ержан жоғалып кеткендей болды. Оның орнына әр тиынды санайтын адам пайда болды. Кешке жұмыстан келген соң ноутбуктың алдында отырып алып әлдебір қаржы маманының дәрістерін тыңдайтын. Әр сөзін қалың дәптерге мұқият жазып қоятын. Көп ұзамай сол дәптердегі ережелер үйдің заңына айналды. Бір күні Айгүл ас үйге кірсе, барлық электр құралдарының тоққа қосылған сымдары ажыратылып жатыр екен. Ержан мақтанышпен сөйледі. Бекерге тоқ жұмсауға болмайды. Тоққа қосылып тұрған әр құрал артық шығын әкеледі. Содан кейін үйдегі әр әрекет ұзақ рәсімге айналды. Бірдеңе жылту керек болса алдымен тоққа қосу керек. Жылтып болған соң қайта ажырату керек. Мысық Мырзақасым бұрын микротолқынды пештің үстінде ұйықтайтын. Енді ол Ержанға ренішпен қарап жүретін болды. Бірақ бұл бастамасы ғана еді. Бір күні Айгүл тоңазытқышты ашып сүйікті ірімшігін іздеді. Бірақ оның орнына бағасы арзандатылған тағамдар толып тұр екен. Түсі күмәнді шұжықтар. Ертең мерзімі аяқталатын сүзбе. Арзан балқытылған ірімшік. Айгүл таңырқап күйеуіне қарады. Ержан болса мәз. Бұлардың бәрі дәл сондай өнім. Тек арзан. Адамдарды тек жарнама алдайды. Айгүл амалсыздан сол шұжықтан дәм татты. Дәмі мүлде ұнамады. Бірақ Ержан оны ең қымбат тағамдай рахаттанып жеп отырды. Айгүл бірнеше рет түсіндіруге тырысты. Біз аш отырған жоқпыз. Неге өзімізді бұлай қинауымыз керек? Ержан сабырмен жауап берді. Бұл қинау емес. Бұл ақшаны дұрыс басқару. Әр үнемделген теңге болашақтағы байлықтың бастауы, ол енді үнемдеуді өмірдің басты мақсатына айналдырған еді. Кешке қарай пәтердің шамдары да ауыстырылды. Барлығы күңгірт жарық беретін шамдар болды. Үй бұрынғыдай жайлы емес үңгірге ұқсап кетті. Айгүлдің шыдамы күн өткен сайын таусыла бастады. Соңғы соққы оның сүйікті сусабынына қатысты болды. Бір күні Ержан қолына күлгін түсті сусабынды ұстап алып ашуланды. Мынаған осынша ақша бергенің рас па? Айгүл үнсіз басын изеді. Ержан басын шайқады. Бас жууға қарапайым кір сабында жарайды. Бұрынғы әжелеріміз де сонымен жүрген. Шаштары қандай қалың болған. Сол кеште Айгүл амалсыздан кір сабынмен шашын жуды. Шашы қатайып кетті. Бас терісі қышып мазасы қашты. Дәл сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Ержанмен сөз таластырып жеңе алмайды. Оны райынан қайтарудың жалғыз жолы бар еді. Ол Ержанның өз әдісін өзіне қарсы қолдануды шешті. Арада 2 апта өтті. Ержан үшін өте маңызды күн жақындады. Жұмыстағы бастығы Нұрлан аға жұбайы Гүлнармен бірге кешкі асқа келетін болды. Егер бәрі жақсы өтсе, Ержан бөлім басшысы қызметіне көтерілуі мүмкін еді. Айгүл осыны өзінің ең үлкен мүмкіндігі деп білді. Бір күні ол күйеуіне жай ғана жымиды, мен сені толық қолдаймын. Енді артық ақша шашпаймын. Қанша қаражат берсең де соған лайық дастархан әзірлеймін. Ержан қатты қуанды. Қалың дәптерін ашып ұзақ есептетті, аз ғана ақша ұстатты. Осы қаражат жетеді. Сен бәрін үнемдеп істей аласың.
Айгүл күлімдеп ақшаны алды.